пайғамбарымыздан өзінің бір хадисінде былай дейді: ихсан дегеніміз Алланы көріп тұрғандай құлшылық етуің, ал оны көре алмасаң, ол мені көріп тұр деген сезімде болу. Жаңа айттық. Енді айтып жатырмыз, жүрегіміз таза болса, бүкіл денеміз таза, тіліміз таза, ойымыз таза, іс-әрекетіміз таза, ниетіміз таза. Ал жүрек таза болмаса, біз оны қанша сәндесек те, баптасақ та, оның бір тиын пайдасы жоқ. Бір Маснауиде, мысалы, несінде кітаптарында келтіреді. Бір тышқан болыпты, ол өте қорқақ. Сол кезде жануарлардың тілін түсінетін бір үлкен сиқыршы болады, соған келеді. Маған жәрдем бер, мен мысықтан қорқамын дейді. Ол кісі оны мысыққа айналдырады. Тағы қайта айналып келіп айтады: мен иттен қорқамын дейді. Ол кісі тағы сиқыр жасайды, оны жолбарысқа айналдырады. Сол кезде жолбарыс болып келіп тағы айтады: мен анау аңшы адамдардан қорқамын дейді. Сол кезде сиқыршы айтады: сенің сыртыңды қанша өзгерткенмен пайдасы жоқ. Сенің ана жүрегіңдегі қорқынышты алып тастамаса дейді.